ертең қияметте бізбен сізден сұрайды екен, дүниеде қанша болдыңдар? Не деп айтамыз? Бір күн, жарты күн деп айтамыз. Өтіп кеткен сияқты, аз бір сәт деп айтамыз. Ана жақтан салыстырғанда мына дүние не? Өте қысқа. Қазір ақыр заман жақындап келген сайын бір жұманың екінші жұмаға қалай келіп қалғандығын не қылмай жүрсіз? Байқамай жүрсіз. Сондықтан сізден бізге түскен міндет қысқа ғана ғұмырда лайықты түрде ғұмыр кешуімізді Алла тағала сізден бізге не болсын нәсіп етсін. Сол үшін Абу Бакр радиаллаху анху айтқан өсиет еді. Егер мен таңертең өлсем, кешке қалдырмаңдар, мен пайғамбармен, ол өзіммен бірге болғандармен, жолдастарыммен барып қауышқым келеді. Қалдырмаңдар мені ертең. Дайын болсаң, өлімнен не қылмайсың? Қорықпайсың. Бұл дүниеден кетуге еш қайғың болмайды. Өлімнен артық ғибрат жоқ. Elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Бәукеңді еске алып, бір өмірдегі, жолдастық кезеңіміздегі естеліктерді бір таспаға түсіріп кетуді жөн көрдім. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деп айта береміз, бірақ көбіне адам баласы шынымен де алтыннан айырылған кезде барып оны түсінеді екен. Бәукең ерекше бір тұлға еді. Тірі кезінде мен Бәуке деп те, Бауыржан деп те айтқан емес едім. Әулием деп бір көре салысымен танысып, жақындасқаннан кейін әулиесіз ғой дедім. Абу Юсуфтың бір сөзі есіме түсті сол кезде. Жалпы толықтық жақсы емес дейді, бірақ Шайбани бұдан мұстасна деп. Яғни Шайбани шамалы ірілеу кісі болған ғой енді. Толықтау болған. Оған қатысы жоқ бұл сөздің деп Абу Юсуф Шайбаниді ерекшелейді екен. Мен танысып, бір көргеннен ақ дастархандас болып әңгімесін тыңдағаннан кейін сол сөзді айтқан едім Бәукеңе. Бірақ толықтығы өзіне жарасатын. Тәні қалындай толық болса да, көңілі де, білімі де сондай толық жігіт еді. Жақын араласып, отбасымен араласып бастағаннан кейін әулием деп, құрметтеп бір-біріміз жүрдік. Үйленгеннен кейін дүниеге баласы келе салысымен осыдан 6 жыл бұрын шалдың баласы деп, сіздің үйде қыз бар екен, құда болайық деп дереу. Құда деп, сол күннен бері қай жерде отырсақ та, құда жоғары шығыңыз, құда төрге отырыңыз деп. Көп адамдар алдын ала бүйтіп айту қалай болады, дұрыс па, дұрыс емес па деген сөзінің барлығын бір шетке қойып, жоқ, біз құдамыз деп жүрген жан еді. Кеше осы 9 мамыр күні отбасымызбен, жолдастарымызбен бәріміз сыртқа шығып атқа мініп, мен қызымның қолынан сүйіп, ертең осы қолдан шай ішем ғой мен деп, қызымды атқа мінгізіп, мен келінге қызмет қылайын деп, жұрттың бәрі күліп сол жерде. О заманда бұл заман қайнатаның, келіннің қолынан сүйіп, атқа мінгізіп жүрген қайдан көрінді деп
бір өмірден өтетін сезген секілді. Көп болған жоқ. Бірде маған айтады. Құда өмірде бірге жүргендей, қабірде де бірге жатайықшы. Жоғары жақтан бір таудың етегінен өзімізге бір жер ажыратып қояйықшы дейді. Ізгілердің қабірінде жату, ізгілермен бірге жату деген дүние бар ғой деп. Жастықтың лебі ма білмеймін ғой, не айтып тұрсыз деп қайтарып тастадым. Өлім хақ қой дейді. Хақ екен білеміз ғой, бірақ әлде қаншама жұмыстар бар алда, қаншама жоспарлар бар деп өзімше сөзді бұрғымақ келді. Ізгілердің жанында жату ғой менің арманым деп айтқан еді. Шында да өзі бір төбе боп бөлек жерде жатыр. Анасы айтады кеше. Әкесі екеумізге айтатын еді дейді. Сендер күштісіңдер, ештеңе сұрамайсыңдар. Ақыреттік мәселелеріңді, діни бір жоралғыларды ешқайсысын сұрамайсыңдар, сендер түгелсіңдер барлық нәрселерің деп бізге жаны ашып, адам әке-шешесіне тәлім бере алмайды ғой негізі. Бірақ әке-шешесіне жаны ашып сөйтіп, ай балам, біз не сұраймыз? Білімді адам сұрайды. Біз не білеміз, ештеңе білмейміз ғой деп қойдық дейді. Мен баламды жаназасында таныдым деп отыр әкесі. Білмеппін дейді. Өзім өсірдім, үйде бірге өстік, бірге тамақ жеді, үйім қасым балам ғой дейді. Бірақ мен баламды жаназасында барып таныдым дейді. Менің үйімде кімнің жүргенін, мен балам кім екендігін жаназада таныдым дейді. Басқа бір баланы айтып тұрған секілді, басқа бір адам жаназасында тұрғандай болдым дейді. Энциклопедия еді ғой өкіс. Қай тақырыпты ашпасаң да, қай мәселені қозғасақ та, міндетті түрде жауабы дайын тұратын. Кейбір күрделі мәселелерді қозғап қалып жатсақ, достармен отырғанда, сол мәселе қалай екен деп қалған кезде, әркім үндемей қалады, ешкім білмей қалған кезде, келесі отырыста міндетті түрде соны ашып кітаптан қарап келген болады ғой. Міндетті түрде соны. Мен қарадым, бұл мазхабта былай екен, мына мазхабта былай екен, мына ғалым былай деген екен деп, сол мәселені қарастырып келедім. Ешкім оған тапсырма бермесе де, сондай ғылымға деген ықылас күшті еді. Мен бір көре салып, әулие деп ат қойдым. Кейіннен бір видеороликтер тарап жүрді. Модаға айналып баратыр, бәрін бір-бірін әулие деп кетті. Адам тірі кезде негізі бағаланбайды ғой, өмірден өткеннен кейін. Хуснул хатима болған кезде, өмірінің соңы қалай аяқталғаннан кейін барып, оған баға беріледі шында да. Тірі кезде ешкімге баға бере алмайсың. Себебі соңы қандай болатынын ешкім білмейді. Бірақ білмеймін, мен бір тірі кезінде оның ашуланып тұрса да, қалжыңдасып отса да, шариғаттан шығып кетпейді. Тіпті екі жақ бір-бірімен бір мәселеде келісе алмай қалып жатса да, кейде жаңағы тартасың ғой енді жақынға, досым дейді, бір бауырым, сен мен жаққа шықсайшы дегендей бір күліп қалжыңы мәселелерді. Сол кездерде нағашысы болсын, құдасы болсын, досы болсын, ағасы болсын, шариғаттан ешкім үлкен емес қой деп қалжыңмен де әдемі шығып кететін. Азанмен тұра салып, бүкіл қазақ халқына тәлім беретін. Таң намаздан кейін тұрамыз, бір жерге көп сапардас болдық қой енді. Шығып кетейін деп жатырмыз, сағат 7-де келісіп қойғанбыз, ұшағымыз тұр деп. Тұрып алады дағын, кітаптарды ақтарып, телефоннан яғни желіден қарап, 3
өзінің жамағаты бар еді, қазақ тілді, түрік тілді, араб тілді. Соларға қарап отырып, күнде бір мәселені, бір ақпаратты, пайдалы ақпаратты беріп, үшеуіне үш түрлі жіберіп, сосын барып шығатын. Уақыт болып қалды, шыға берейік, жүріңіз десең, қазір. Мен бітіріп алмасам қалып кетеді деп. Құран кәрімде Аллах Тағала жер бетін кезбейсіңдер ма, ойланбайсыңдар ма, қарамайсыңдар ма деген аяттары көп қой. Соны сапарда жүреміз. Елдің батысы бар, шығысы бар. Сонда бір нәрселерге тамсанып, таңданып, қараған кезде, бір ой түйген кезде дереу жан бастап алатын да қолына телефонын алып жазып қоятын. Ақтөбеде әлгі бір қанды оқиға болды ғой ертеректе. Сонда 200 адамдай барып жұмыс жасадық. Дін саласынан бір 60 шақтадан бардық. 2 ай жұмыс жүрді сол жерде. Сонда кіріп шығамыз, жаңағы әртүрлі топтармен, өкілдермен сөйлесеміз. Шыққаннан кейін түйген ойын жазады деп. Жазып отырып, қалай болды деп жаңағы. Сол жерден бастаған еді. Ойлаймын деп. Өзінің оқығаннан, түйгеннен, тоқығаннан жинап отырып сөйтіп, артынан бір сөз қалдырсам деп. Асығыс болды. Қазір қарап отырмыз. 33-ке келіп үйленді. Қалжыңдайтынбыз. Кешігіп барып үйленді деп. Сонда қатырып атқан түктерің жоқ қой, жетіп алдым ғой сендерге деп. 5-ші баласы жолда ғой міне енді. Жетіп алдым сендерге деп қалжыңдайды. Асығыс болып бір. Үйленді де тездетіп, бала санын да көбейтті. Енді дүниеге келіп атқан балдарын, жаңағы 2-ші баласы дүниеге келгенде батыста жүрміз. Юнус деген бір имам жігіт бар. Сізбен құда болайын деп. Сонымен құда болды. 3-шісі қыз болды. Қызын ешкімге айтпайды, үндемейді. Қызын қатты жақсы көреді. 4-шісі дүниеге келді, баласы. Ерсін Әміренің әкесі бар. Бегейдар ағамыз. Имам о кісі. Сол кісінің дүниеге әлі келмеген, Ужиде қыз деген перзентіне құда болайық. Беке сізбен құда болайық. Бегейдар аға сізбен құда болайық деп. Жұрттың бәрін өзіне құда қылып жүрсің деп бір күн сұрайым ғой. Әулием не бүйтесіз деп сөйтсем. Ашара Мубашараны зерттеп қарадым дейді. Жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаны. Қарасам бәрінің пайғамбарға туыстығы бар дейді. Біреуінің нағашысы, біреуінің бауыр, біреуінің әкесі жағынан, біреуі анасы жағынан, бәрі туыс екен дейді. Бәрі туысқан болып келеді екен жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба дейді. Кеше асында да Ерсін Әміре айтып кетті ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сипаты бар еді. Жанында жүргендерге лақап қоятын. Яғни лақап ат тағатын бәріне. Сол сипаты бар еді. Жанында жүргендердің барлығына әйтеуір бір ат қоятын. Өзіне жақын тартатын. Себебі жақын емес адамның жанында жүре алмайтын. Оны өзінен алыс ұстайтын. Біреу ағатай, біреу досым, қайнағам, нағашым, құдам деп. Жақтырмаған кісілердің қасында бұртиып, үндемей отыра беретін. Әсіресе аят хадистен өзін жоғары қойған тәкаппарлардың алдында мүлдем сөйлемей қояды. Шығып алып айтатын, мына жерге екінші келмейікші деп. Енді бұларға да жеткізу, бұларға да түсіндіру, бұлардың қасында жүріп, сабырлық етіп жүріп, бұларға жеткізу міндетіміз емес па? Бір айтамыз, екі айтамыз, ақырын келеді ғой деп мен кейбір жерлерге апарсам, құдам бұл жерге екінші әкелмеңізші мен. Бұндай аяттан, хадистен өзін жоғары қойып атқандардың алдында мен отырғым келмейді деп. Мектепті де қызылмен бітірген, үздік бітірген. Анасы айтады, әй, ел жұрт Астанаға барады, Алматыға барады. Сен не істейсің Шымкентте не бар деп. Сонда өзінің таңдаған жолы ғой. Мен дін оқимын деп.
осы жолды таңдадым. Ол жақта бітірді. Түркияда оқыды, Сирияда оқыды. Рамадан Әл-Бутидің дәрісінде болды. Энциклопедия тұшындады. Шежірені, тарихты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздің арамыздан білімнің көтеріліп кететінін айтады ғой. Осы ғалымдарды алу арқылы білім көтеріледі дейді. Білімді ап қояды дейді. Бір ғалымымыздан айырылып отырмыз. Орын толмайтындай қаза, қайғы. Азанмен тұрып алып, бүкіл елге, халыққа тәлім бергендей, жаназасы да тәлім болып кетті. Жаназасына келген жігіттер хабарлама жіберіп жатыр. Біз ойландық дейді. Мен өлгенде мен үшін өйстіп жылайтын, мен үшін өйстіп қимас достарым бар ма жанында? Мен жақсы көретін сондай адамдар бар ма? Мен іздей бастадым дейді. Мен ойлана бастадым, мен кіммен араласып жатырмын, кіммен дос болып жатырмын деп. Әке шешесі, отбасы кеше ештеңе істей алмай қалды. Достары жүгіріп, жанашырлары жүгіріп жүр. Әкесі айтып жатыр, кеше есін жинап отырып. Мен біреудің жаназасына қатысқандай болдым дейді. Мүлдем басқа біреудің жаназасында тұрғандай болдым дейді. Ерекше тұлға еді. Пайғамбардың, сахабалардың жолынан жүрген жан еді. Алла солармен бірге қылсын. Алла солармен бірге қылсын. Алланы және оның елшісін қатты жақсы көріп, бәр нәрседен дейміз. Одан өзгені қатты жақсы көріп, қатты бауыр басып қалсаң, қиын екен негізі. Арамызда сондай бір қимастық бар еді. Әзілі де бір әдемі. Ренжітіп алса, көңіліңді ауламай тарамайтын. Болады ғой кейде, қалжыңдасып қаласың. Бір мәселеде әйтеуір келіспей қалып жатасың. Ренжітіп алып жатса, көңіліңді ауламай, риза қылмай тарамайтын. Құшақтап алып жібермейтін. Құшақтап алып басымнан сүйе беретін қайта-қайта. Құдам, жақсы адамсыз ғой, кешіріңізші деп. Өмірі, күні бәрі сабақпен өтті. Сабақ беріп кетті. Қанша адамның басын қосып кетті. Үйленіп той берген кезінде таң қалдым. Ағайын туыс жоқ емес, көп қой. Бірақ бір-екі стол болды ағайын туысынан. Қалған тойхананың барлығы түгелдей дін саласындағы азаматтар. Кеше әкесі айтып отыр соны. Тойында да сөйтіп бәріңді бір жиып еді. Жаназасында да сөйтіп жиді ғой деп. Түкпір-түкпірінен келді еліміздің. Өзі көп айтатын. Кейбір қарын тоймай жүрген елдің, діннің қамында жүрген азаматтар көп қой енді. Солардың қарын тоймайтындарына кімнің қандай екендігі жаназасынан белгілі болады. Уайымдама деп қояды. Жаназасынан белгілі қылып кетті өзінің қандай екендігі. Өз бауырына үйтіп күйініп, өзегі өртенбейтіндер де болды кеше. Алла мекенін жәннат қылсын. Қабірін нұрға бөлендірсін. Ya